Сайрам ауданы адами әлеуметтік дамыту бөлімінің басшысы Шадиева Құралай ханым ұсынған жобасы және әдістемелік орталықтың бастамасымен әріптеске құрмет айдарын ұстаз мәртебесін көтеру мақсатында номері 47 жалпы орта мектебі жалғастырады. Осы білім іргетасы 1997 жылы орта мектеп болып ашылды. Қазіргі таңда мектебімізде 112 мұғалім, 1117 оқушы білім алуда. Оның ішінде 7 қазақ сыныбы бар. Осындай үлкен білім ордасын өзінің білімділігі, ізденімпаздығы және жанашырлығы мен мектебіміздің директоры Малабаева Луиза Юлдашевна басқарып келеді. Мектебімізде білімде де талантты, өз мамандығының шебері, сүйікті ұстаз деген атаққа лайықты ұстаздар өте көп. Осындай ұстаздарымыздың бірнешеуі туралы айта кетсек, мектеп табалдырығын аттаған жас бала, ертеңгі ел тұтқасы десек, оларды саналы етіп тәрбиелеу әр ұстаздың міндеті. Осындай ауыр міндетті өз қолына алған, білімде де ойы ұшқыр, жанашыр ұстаз, бастауыш сынып мұғалімі Досметова Рана Миркаримовна. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп ұлы абай босқа айтпаса керек. Тәлім берген оқушылары аудан, облыс, республика көлемінде жүлделі орындарға ие болған. Осындай елеулі еңбектері үшін 2016-2018 жылдар аралығында математика пәні бойынша эрудит олимпиадасының жүлдегері, орын иегері атанды. Ал 2019 жылы Түркістан облысының 2-4 сынып оқушылары арасында өткен Балжұмбақ зияткерлік олимпиадасының жеңімпазын дайындаған үшін Досметова Рана марапатталады. Әрине, Досметова Рана апай, сізге шығармашылық өрлеу, жанұялық жылу, денсаулық тілейміз. Жолыңыз ақ болсын.